Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте оңай дайындалатын үй жағдайында балды торт дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға сұйық майды, оның үстіне балды, қант пен біздің жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің массамыз осылай біркелкі болған соң, водяной баняға қойып, жақсылап ерітіп, біркелкі етіп араластырамыз. Массаның құрамындағы бал мен қант еріп, біздің масса сұйық болады. Одан кейін разрыхлительді қосып, біркелкі етіп араластырамыз да, үстіне ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп отырып салып, тағы да араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай біркелкі болып шығуы қажет. Одан соң мен осындай кішігірім формаға пергамент қағазын жайып, 2-3 қасық біздің қамырымызды құйып, пісіріп алдым. 200 градуста 3-5 минут аралығында қатты күйдірмей пісіріп аламыз. Одан соң қайнатпалы крем жасаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды және де ұнымызды саламыз да, миксердің көмегімен біркелкі ақшыл түске енгенше араластырамыз. Осылай араластырып болған соң, біздің сүтіміздің жартысын қойып, миксердің көмегімен араластырамыз. Одан кейін жарты сүтімізді осылай оттың үстіне қайнатып аламыз да, үстіне массамызды құямыз. Ішіндегі жұмыртқа пісіп кетпеу үшін венчикпен міндетті түрде тоқтамай араластырып тұрыңыз. Біздің креміміз осылай уақытылы араластырып тұрғаннан кейін бір кездері осылай қоюланып бастағанын байқаймыз. Осылай қоюланып бастағанда оттан түсіріп аламыз. Түйіршіктер болып жатса, видеодағыдай жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Одан соң осылай сары майымызды саламыз да, оны ерігенше венчикпен біркелкі етіп араластырып шығамыз. Сосын пищевой пакеттің көмегімен осылай біздің кремді бетін толықтай басып тұратындай етіп жауып, тоңазытқышқа салқындатып қоямыз. Біздің креміміз осындай өте нәзік, дәмді және де біркелкі болып шықты. Жаңа көрсеткенімде ешқандай түйіршік жоқ. Кейін тортты жинайтын тарелканың астына кішкене крем жағып аламыз да, үстіне коржымызды қоямыз. Корждың үстіне кремімізді жағып, оның үстіне қайтадан біздің коржды қойып, видеода көрсетілгендей жинаймыз. Одан соң өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Сонымен біздің үй жағдайында өте оңай дайындалатын, қолда бар ингредиенттерден оқтаусыз жасалатын тортымыз дайын. Біздің тортымыз өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде дайындап көріңіз. Және де рецепт ұнаған жағдайда каналыма тіркеліп, немесе өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.